Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз саяхат деген бөлімді бастаймыз. Егістікте болдың ба? Балалар, жұмбақтарды шешейікші. Ұзын мұртты сарылар, қойынында наны бар. Жауабы не, балалар? Кәне ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, бидай. Өте жақсы. Біз екінші жұмбаққа назар аударайық. Шеңбер жасап өседі, желмен бірге көшеді. Кәнеки балалар, ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, қаңбақ. Мысал. Өзі қаңбақ болсын, онда қандай салмақ болсын, тұрақтай алмай тегістікке, тірелді бір күні егістікке. Дауыспен былай тіл қатты. Сен осы бидаймысың? Бидаймын. Ақыл айтсам тыңдаймысың? Тыңдаймын. Осы қай тұрысың? Жүрмейсің, көрмейсің, кезбейсің, не бар не жоқты сезбейсің, көктемде шығып, күз болса бұғып, бастарың салбырап, тұрғандарың маужырап. Ей, қаңбақ, деді бидай, қанасына симай. Ашып айтсақ дұрысын, осы қай жүрісің? Белгілі тұрағың жоқ, бас түгіл құлағың жоқ. Уф десе ұшасың, суф десе қонасың. Қаңғырған қаңбақсың, кімге тұлға болмақсың? Күні түні ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің. Ал біздің жиғанымыз дән, айналамыз толған ән, абыройда даңқта, ерлікте жеңісте, барлығы осы егісте. Бидайдың сөзі осымен бітті. Қаңбақ жөніне сытты. Дұрысын айтқан бидай ма, қаңбақ па? Оны өздерің салмақта. Осы мысалдың авторы кім екен, балалар? Асқар Тоқмағамбетов. Асқар Тоқмағамбетов Қызылорда облысы Тереңөзек ауданында дүниеге келген. Ол ақын, жазушы. Оның көптеген шығармалары бар. Диқан сыры, 4 жыл 4 сағат, әке мен бала, мысық пен төбет, бала шымшық, терек пен алма, шеге мен балға, тағы басқа шығармалары өте көп. Ендеше балалар, күн шуақ ойыны арқылы бидай мен қаңбаққа мінездеме берейікші. Бидай қандай, қаңбақ қандай? Жалғастырып дәптерге жазайық, балалар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдісі арқылы бағалаймыз. Үй тапсырмасына балалар, егіс даласында тақырыбында коллаж құрастырайық. Сабақ аяқталды. Мен сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңдар, балалар.